Армысыздар, менің YouTube арнамда кезекті шығарылым. Біз осы жолда тағы да утилизациялық алым туралы сөз қозғаймыз. Қазір мәселе тіпті ушығып кеткен сияқты. Себебі утилизациялық алым уақытша тоқтатылғаны белгілі, дегенмен осы уақыт аралығында дәл қазір шетелден көлік әкеп жатқандар, ауыл шаруашылығы техникасын әкеп жатқандар тағы да тығырыққа тіреліп жатқан сияқты. Олар не істейді, қалай болып жатыр, барлығын осы санда айтамын, және жеңілдетілген автонесие туралы да бірнеше ақпаратым бар, көріңіздер. Бәрімізге белгілі, утилизациялық алым жинаған оператор роптың жұмысы толықтай тоқтатылды. Ол жерде жұмыс істеген басшылық қызметте болған 2 адам уақытша 2 айға қамауға алынды. Осыған байланысты утилизациялық алым уақытша тоқтағаны белгілі. Енді олардың бұрын ақшаны қайда жұмсағандары туралы ақпараттар шыға бастады. Ашық көздерден алған мәліметтер бойынша 300 миллиардтай теңге автокөлік өнеркәсібін және ауыл шаруашылық техникасын өндірушілерді ынталандыруға берілген. 30 миллиардтай теңге ескі көліктерді тапсырған халыққа төленген. 29 миллиардтай теңге ескі техникаларды жинақтауға және утилизация жасауға жіберілген. Ал 181 миллиардтай теңге қайда кеткен белгісіз. Сонда бүкіл жиналған қаржының 10% ғана утилге бағытталған ба? Роптың барлық құжаттары, қызметтері жасыл дамуға әлі толықтай өтіп болған жоқ. Осыған байланысты қызметтер уақытша қазірге көрсетілмейді. Кейбір қызметтер түрі. Яғни, егер сіз ескі көлігіңізді апарып тапсырып компенсация дейді ғой, ақшасын алайын десеңіз, ол ақша берілмейді. Қоқыс жинаушылар мен оларды өңдеушілерге субсидия берілетіні белгілі, бұл да уақытша тоқтатылды. Ал ең негізгі мәселе осы төлем тоқтатылған уақытта шетелден техника әкелген адамдар қиналып жатыр. Себебі дәл қазірдің өзінде шекарадан кіргізе алмай тұрған, Қазақстанға кіргізіп оны тіркеуге қоя алмай тұрған адамдар өте көп. Себебі оны утили алымсыз тіркеуге қою әзірге мүмкін емес. Себебі утилизациялған бізде әлі толық алынып тасталған жоқ. Ал оны төлейін десе тағы да төлейтін жер жоқ. Себебі оператор роп жабылды, оған төлей алмайды, ал оның қызметі жасыл дамуға толық өткен жоқ. Оған тағы төлей алмайды. Сондықтан қылмыстық тергеу амалдары аяқталғанша оны уақытша тоқтатқаны белгілі. Осыған байланысты біз экология министрлігінің баспасөз хатшысына хабарласып білгенбіз, оның жауабы былай болды. Утили алымдар алынбай жатыр уақытша, бірақ мүлдем алынып тасталған жоқ. Осы уақытта тура қазір шетелден машина әкеліп жатқан адамдар не істейді? Олардың утили төлей алмайды, значит, регистрацияға тіркеуге қоя алмайды бізде. Дәл солай. Енді сонда олар не істейді қазір? Сол күшейтілді, бірақ біз қазір жұмыс істеп жатырмыз сол бойынша. Сонда олар шетелден кіргізе ала ма, қазір кіргізе алмай ма? Олар кіргізеді, бірақ төлейтін жер жоқ. Бізде мысалы мында қазір алдында тұр, Елизавета Жамбыл облысынан 17 компания 16 қымбат тартып тұр екен. Мысалы жаңағы мәншесі келген бүкілін таққан дайын тұр, бірақ утили аға төлейтін жер жоқ. Содан кейін шығармай жатыр. Ал шекарадан кіргізеді, бірақ тіркеуге қоя алмайды, солай ма? Иә. Мысалға жаңағы көлік әкелгендер болсашы, оларға уақыт беріледі ғой, 10 күннің ішінде ме, 15 күннің ішінде ме тіркеуге қою керек деп. Ар жақтан. Onlar mesela қазір былай айтайын, жасыл дамудың бүкіл техникасы барлығы жазды ғой, өткенде тергеу шараларына байланысты. Иә. Бізде қазір 15 штаб құрылды. Енді мысалы онда ақша мысалы бір жақтан бір жаққа аударылып жатыр, документ қабылдау жұмыстары жүріп жатқан ғой. Қазір ештеңе жоқ. Иә. Енді мына мәселе қалай нақтыланады, телді қабылдап біз жібереміз. Тарифпен қабылдау. Тұрып қалады, бірақ жуық арада қабылдай бастады, одан кейін ескі бұрынғы тарифпен. Өмірін рәсімдеп кірісіп береді. Қанша уақыт болуы мүмкін, созылуы мүмкін? Жуық арада болады, мен өзім білмей тұрмын, шыны керек. Көрдіңіздер ғой, барлығы аяқ астынан тез жасалғаннан кейін күрмеуі қиын мәселелер көбейіп жатыр. Сонда қарапайым халық тағы да қиналып жатқанын көріп отырмыз. Енді қазір осы утилизациялық алым бойынша жұмыс тобының біраз шаруаны атқарғанын білеміз. Ол жерде нет утилизбору деген қоғамдық бірлестік бар ғой, солының белсенді өкілдері де бар. Осы уақытқа дейін жалпы не атқарылды, не істелді деген сұрақтарға жауап беретін болса, қазіргі уақытқа дейін кабель өнімдеріне мүлдем утилизациялық алым алынбайтын болды. Ол
шешілді. Басқа сұрақтар қарастырылып жатыр. Әлгі белсенді топ өкілдерінің қазіргі сұрап жатқан мәселесі енді қазір уақытша тоқтап тұр ғой утилизациялық алым. Ал олар енді оны 1 жылға мораторий жариялайық дейді. Яғни 2023 жылдың 1 қаңтарына дейін біз шетелден көлікті утилизациялық алымсыз көлікті ғана емес, басқа да ауыл шаруашылығы техникасын, басқа да техникаларды алымсыз кіргізіп алайық деген ұсынысты айтып жатыр. Дегенмен ол әлі нақты шешілген жоқ. Ол жақта шынын айтқан кезде үлкен шайқас болып жатыр, пікірталас болып жатыр, қалай шешілетіні әлі белгісіз. Келесі мәселе, өткен шығарылымда айтқан болатынмын, бұрын оператор ропта басшылық қызметте болған адамдардың барлығы жасыл дамуға ауысып алды. Яғни баяғы жартас сол жартас болып қалуы қаупі болған. Осы мәселелерге қатысты президенттің тапсырмасын халық зор ықыласпен қабылдады. Бірақ біз бүгін тапсырмалардың басқаша атқарылып отырғанын көріп отырмыз. Ашық нормативтік құқықтық актілер порталында жеке оператордың құқықтарын мемлекеттік акционерлік қоғам жасыл дамуға дереу беруді көздейтін қаулының жобасы орналастырылды. Бұл қаулы жобасына қарасақ, 5 жыл бойы жеке оператордың ақшаны белсенді түрде жинау процесінің ашықтығы ұмытылып қалатын сияқты. Дегенмен әлгі белсенді топ өкілдері жасыл дамудың басшылығын қайта құру жөніндегі ұсыныстарын айтып, жаңа басшылар қайтадан тағайындалатын болыпты. Енді келесі мәселе, айтқан болатынбыз, жасыл даму акционерлік қоғам ретінде құрылды деп. Енді оған мемлекеттік деңгейде акционерлік қоғам болса да, халықаралық деңгейде өз сөзін өткізе алатын, халықаралық қатынастарға қатыса алатын мүмкіндік берілуі мүмкін. Бұл да қазір қарастырылып жатқан көрінеді. Енді ең үлкен мәселе утилизациялық жинақтың алымның көлемі қанша болады. Біздің белсенділердің айтуы бойынша ең көп дегенде 100 000 теңге болсын, әйтпесе одан да арзан болуы керек дегенді ұсыныста айтқан болатын. Дегенмен қазіргі ол жақтағы пікірталастардың нәтижесі бойынша ол әлі шешілген жоқ. Ал болып қалуы мүмкін нәрсені айтайын, 20-30%-ға ғана азаю мүмкін деген ақпараттар шығып жатыр. Яғни бұрын 1 миллион теңге төлеп кіретін көлік болса, ол қазір 700-800 мың теңгені әлі де төлеу керек деген төлеу керек болып қалуы мүмкін. Бірақ ол әлі нақты шешілген жоқ. Келесі мәселе, жеңілдетілген автонесиеге қатысты. Жаңа біз ақшалардың қайда кеткені туралы депутаттың айтқанын естідік. Оператор роптың қоржынында олар жойылған уақытта 220 миллиард теңгеден астам ақша қалды ғой. Қазіргі ұсыныс бойынша оны жеңілдетілген автонесие беруге ұсынып жатыр. Яғни бізде бұрыннан бар ғой, 4%-бен Қазақстанда жасалған көліктерді несиеге беру. Оған жаңадан банк ақша бөліп жатқан жоқ, ол револьвер тәсілі бойынша, яғни кредитті төлегендердің ақшасы біраз жиналған кезде, мысалға 10 миллион теңге жиналса, біреуіне тағы да солай көлік беруге несие беріп жатыр. Ал енді сол 220 миллиард теңгені осы бағытқа жұмсайық деген ұсыныстар бар. Дегенмен оған қарсы адамдар да бар. Неге? Себебі ол утилизациялық жинақ халықтың жинаған ақшасы дейді. Ол біздің барымыздың утилизациялық жинаққа төлеген ақшамыз. Ал сол халықтың ақшасын өзіне қайтадан несие қылып беру, ол қанаудың ең сорақы түрі деген нәрсені айтып жатыр. Ол несиеге беретін адамдар да жаңағы лоббистер, олигархтар дейді. Сонда халықтың ақшасын өзін қайтадан несиеге беріп, өздері қайтадан байып шылқып шыға келеді деген мәселені қозғап жатыр. Енді бұл жерде менің ойым екі ойлымын. Себебі, егер де 4%-бен беретін болса, мен өзімді су жаңа көлікті алуға қарсы болмас едім, бұл мүмкіндікке қарсы болмас едім. Дегенмен, мүмкін басқа жақтан бұл нәрсеге ақша табуға да мүмкіндік болар. Әлі белгісіз. Дегенмен қазіргі ақпарат бойынша 4%-бен наурыз айынан бастап берілуі мүмкін, және оның критерийлары бұрынғыдай болмайды. Себебі, ол жерге отбасындағы алғашқы көлік деген бағдарлама енгізілуі мүмкін. Яғни сіздерде бұрын көлік болмаса, сіз алғаш рет су жаңа көлік алайын деп жатсаңыз, сізге үлкен жеңілдік жасалады. Ал
10-шы, 20-шы машинасын алайын деп жатқан адамдар да болады ғой. Оларға тура жаңағыдай жеңілдіктер жасалмауы да мүмкін. Тағы да бірнеше бағдарламалар бар, олар әлі нақты қабылданған жоқ. Жұмыс тобының қарауында нақты ақпараттар қалай шығады, мен сіздерге хабарын беремін. Бүгінгі айтарым осы. Жақсылықпен жүздесейік, арнаға жазылыңыздар.